Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Семинар барысында өтілген сабақтың тақырыбы ағзаның тітіркенгіштерге жауап беру реакциясы. Пәні жаратылыстану, сыныбы 6 А сынып, пән мұғалімі Қожамжарова Айнұр Серікбайқызы. ОМЖ тақырыбы тірі табиғаттағы үдерістер. Сабақтың тақырыбы ағзаның тітіркенгіштерге жауап беру реакциясы. Оқу мақсаты 6, 4, 2, 9. Тірі ағзалардың тітіркендіріштерге жауап беру реакциясын зерттеу. Барлық оқушылар тірі ағзалардың тітіркендіргіштерге жауап реакциясының рөлін біледі. Басым көпшілігі жануар мен өсімдіктердің тітіркендіріштерге жауап реакциясын ажыратып салыстырады. Кейбір оқушылар жануар мен өсімдіктердің тітіркендіріштерге жауап реакциясын зерттеп маңызын талдайды. Бағалау критерийлері. Тітіркенгіштерге жауап реакциясын зерттеу. Термин сөздер. Тітіркенгіштер, химиялық, физикалық, жарық, температура, қысым дыбыс. Қарастырылатын сұрақ: тірі ағзалар қандай жағдайда тітіркенеді? Пәнаралық байланыс, физика. Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу, оқушыларды түгендеу, өткен тақырыпты пысықтау мақсатында миға шабуыл әдісі арқылы сұрақтар қойылады. Миға шабуыл әдісін қолдану: бірінші, тірі организмдердің бөліп шығару өнімдерін атаңдар. Екінші, қарапайымдар организмдегі тіршілік әрекетінің зиянды заттарының шығарылуы қалай жүзеге асады? Жарайсың, керемет деп оқушыларды сабақ барысында ынталандырып отырамын. Оқулықпен жұмыс. 143 және 145 беттер. Оқулықтағы мәтінді оқып, керекті жерін жазып алады. Бірінші тапсырма. Гидраның тітіркенуге жауап беру реакциясын сипаттаңдар. Бұл жерде оқушылар гидраға ине тигізу әрекеті арқылы тітіркенуге жауап беру реакциясын сипаттап жазады. Дескриптор. Нақты тірі организмдерге тән тітіркенгіштерді атайды, гидраның тітіркенгішке жауап беру реакциясының жүруін атайды. Формативті бағалау арқылы өте жақсы, жақсы, орташа деп бағалаймын. Екінші тапсырма. Өсімдіктердің тітіркенгіштерге реакциясын сипаттаңдар және мысал келтіріңдер. Жануарлардың тітіркенгіштерге реакциясын сипаттаңдар, мысықтың мінез құлқын бақылаңдар. Дескриптор. Жануарлардың тітіркенгіштерге реакциясын сипаттайды, өсімдіктердің тітіркенгіштерге реакциясын талдайды, мысал келтіреді. Бағдарлама әдісі арқылы бағаланады. Орташа, жақсы, өте жақсы. Үйге тапсырма. Кесте беріледі балаларға. Осы екі кестеде тітіркенгіштікте жазылған: жарық, температура және де өсімдік, жануар. Салыстырыңдар, өсімдіктер мен жануарлар бірдей тітіркенгішке қалай жауап қайтарады? Оқушылар бүгінгі сабақ бойынша кері байланысты көңіл-күй смайликтері арқылы білдіреді. Яғни керемет, жақсы, орташа. Назарларыңызға рахмет.